Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ауызашардың 17-ші мәзірін ұсынамын. Ыстық тағамға қолдан созылып жасалған лағман. Өте дәмді болып шықты. Одан кейін тәтті балды тортымыз медовик және де радуга, яғни кемпірқосақ салатымыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер менімен бірге. Алдымен қамырымыздан бастайық. Жылы суымызға бір жұмыртқамызды салып, кішкене тұзымызды салып, дәміне қарай жақсылап араластырып барып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды керегінше саламыз. Барлық ингредиенттің мөлшерін описанияға жазып қоятын боламын. Мінекей қамырымыз еленді. Енді 20 минутқа пакетке салып, бет жауып болмаса 20 минутқа тындырып қоямыз. Енді балды тортымызға кірсек, бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Оның үстіне құмшекерімізді өлшеп саламыз. Одан кейін балымызды саламыз. Қанша мөлшерде екенін описанияға жазып қоятын боламын. Балымызды салып болғаннан кейін жай отта ертетін боламыз. Қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Енді бір жағынан жұмыртқалы массамызды жасай берейік. Жұмыртқамызды осылай бір ыдысқа құйып, кішкене шым-шым тұзымызды салып, жақсылап көпіргенше, көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Мінекей жайлап ери бастады. Осылай астын қозғап тұрыңыздар. Өйткені қозғап тұрмасаңыздар бір шеті ғана еріп күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап араластырып тұрыңыздар. Осылай ери бастаған кезде бір қасық сода салып жіберіп, одан кейін үнемі қозғауда болыңыздар. Көпіреді осылай, қорқып кетпеңіздер. Осы жерде ала берсеңіздер болады. Қоңырқай, сарғыш түсте, мен кішкене қоңырқай қаралау болу үшін тағы да отта ұстай бастадым. Міне, қараңыздар, сәл уже түсі өзгере бастап жатыр. Енді жұмыртқалы массамыздың үстіне жайлап құйып араластырып тұрамыз. Мінекей осындай әдемі масса шықты. Енді осының үстіне міндетті түрде ситадан өткізіп салыңыздар. Ұнды себелеп, сонда күшті көтерілетін болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз ұнымызды. Енді осы массаны 20-30 размерлі формаға құйдым. Бәрін бірақ құйдым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп алдым. Қарап тұрыңыздар, бірақ күйіп кетпесін. Піскен бойда аласыздар, таяқшамен тексеріп алыңыздар. Немесе тестаны екіге бөліп құйып, жұқа етіп 7-8 минутта пісіріп алыңыздар. Енді қамырымызды алайық. Лағманның қамыры. Осы бір зуалақ қамырды 4-ке бөлдім. Әр бөлігін кішкене етіп, видеодағыдай созыңқырап, майлап, тәрелкеге сап қоятын боламыз. Мінекей видеодағыдай үлкен етіп емес, осылай кішкене созыңқырап, үстін майлап, бетін пакетпен, болмаса басқа нәрсемен жауып қойыңыздар. Сонымен 20 минуттай тағы тынып тұрсын. Мінекей біздің балды тортымыз пісіп шықты. Енді кремін жасайтын боламыз. Оған қаймақ пен қойытылған сүт, яғни сгущенкадан жасадым. Немесе крем чиз қолдансаңыздар болады. Көптеген кремдер жасай берсеңіздер болады. Мен осы түрін қолдандым, қолжетімді. Қаймақ пен қойытылған сүт және ванилин қостым. Ванилин міндетті емес, өз еріктеріңіз. Жақсылап араластырып алып, үстіне жағып шығатын боламыз. 15 минуттай өтті. Енді біртіндеп қамырды соза бастаймыз. Бөлек тәрелкеге майлап алдым. Енді екі қолымызбен жайлап қана үстінен басып, видеодағыдай кішкене созыңқыраймыз. Байқап қарасаңыздар, өзі қамырдың өзі созылуға икемді болып тұрады. Сондықтан қатты басудың қажеті жоқ. Осылай екі қолыңызбен жайсаңыз кішкене болды. Кішкене жайылса болды, осылай домалақтап қайта тәрелкеге салып қойыңыз. Тағы тынған соң жіңішкертеміз.
бұл әлі соңы емес. Менің каналымда көптеген салаттардың, ыстық тағамдардың, торттардың оңай жасалатын рецепттері бар. Сондықтан каналымды жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз, тіркеліп қойыңыз, және де лүпіл басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Көп рахмет сіздерге. Мінекей барлық қамырымызды кішкене жайыңқырап, бетін тағы да жауып қоямыз майлап болған соң. Енді подливына кірсек, пияз, пекинский капуста, ет, сельдерей, болгарский перец және де қосатындар бар. Міне алдымен табамызға майымызды құйып, етімізді салып, етімізді байқаған боларсыздар, ұзынша етіп, жіңішке етіп туралды. Қуырып аламыз, сөлі шыққан соң пиязымызды салып қуырып аламыз. Оның үстіне бір қасықтай соевый соус құямыз. Ол етімізді жібітеді, кішкене жұмсақ етеді. Тез пісуіне әсер етеді. Осының үстіне сарымсағымызды турап салып жібереміз, 2 штуктай. Дәміне қарай тұзымызды салып жібереміз. Томат салып, қуырып, кішкене бетін жаба тұрамыз. Енді үстіне турап фасоль салдым. Одан кейін пекинский капустамызды үлкендеу етіп турап саламыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Кішкене 1-2 минут қуырып жібереміз. Енді осының үстіне қызыл және жасыл болгар бұрышын салдым. Лағманға арналған приправаны да салдым. Қақпағын жауып 1-2 минут қуырамыз. Мінекей қуырылғаннан кейін сөлі шығып әдемі болып қуырылып жатыр. Үстіне 200 мл ғана су құйдым. Үстіне сельдерей салдым турап, жақсылап араластырып жіберіп бұқтырамыз. Сіздер су құймай қоюлатып жесеңіздер де болады подливын. Мен су құйғанды жөн көрдім. Мінекей балды тортымызға кремін жасайық. Мен 2-ге бөліп алдым және олардың әрқайсысын ортасынан бөлемін. Сонда 4 қорыш шықты. Шетін осылай тегістеп шықсаңыздар да болады. Тәдегімізге бірінші қоржын қойып алып, біртіндеп кремін жаға береміз арасына. Крем сұйықтау болғанымен, холодильникте 1 сағаттай қойғаннан кейін ол бір-біріне сіңіп, қоюлана бастайды. Крем өте дәмді болып шығады, әрі қолжетімді. Мінекей кремді тек қана арасына, бетіне ғана емес, жан жағына да жағып шықтым. Өйткені қазір шетін кескенде қалған бисквиттермен әсемдеп шығарып боламыз. Мінекей жақсылап үгітіп шықтым оны. Сосын бетіне, жанына сеуіп шықтым. Ол міндетті емес, бірақ осылай әсемдесеңіздер ерекше көрінеді. Мінекей тортымыз дайын, өте дәмді болып шықты. 1 сағатқа кеспес бұрын холодильникке сап қойыңыздар. Енді лағманымыздың қамырын созайық. Соңғы этапқа келдік. Өзде мұны ұзарып, жіңішкеріп қалған, тағы да қолмен осылай жіңішкертеміз. Үзіліп кетпейді, қорықпай, өз-өздеріңізге сенімді болып, осылай бір қолыңызбен тартып тұрып, бір қолдарыңызбен жая бересіздер. Осы аралықта суды қайната береміз. Қайнаған суға біртіндеп салып алып пісіретін боламыз. Мінекей суымызға 1 қасық тұзымызды салып қайнатамыз. Мұны қайнап жатқан суға осылай бір жаңағы қамырымызды алып, суға салғаннан кейін вилкамен осы көтеріп жіберіңіздер, бір-біріне жабысқанмасын. Негізі жабыспайды, майланған қамыр болғандықтан. Бір 7-8 минутта пісіп шығады. Екіншісін жасап жатырмын. Осылай біртіндеп біреу пісіп жатқанда созып тұрасыздар.
горохымызды салып, сухарикті бетіне сеуіп қоямыз. Енді майонезімізді араластырмай шетіне жағып шықсаңыздар болады. Міне тестамызды қалай әдемі болып тұр. Бір тестамыздың өзі бір порцияға арналған. Бетіне подливті осылай құйып, салып бере бересіздер. Шынымды айтсам, мен лағманның қамырын бірінші рет мына жерде созып тұрмын. Сондықтан біріншіге жаман емес шыққан сияқты. Сондықтан комментарийға жаза кетіңіздер, сіздер соза аласыздар ма? Және де міне балды тортымызда дайын, кремі сіңіп, әдемі болып тұр. Осылай біртіндеп кесіп қоя бересіздер. 3 бұрыштап кессеңіздер де, 4 бұрыштап кессеңіздер де. Мінекей, жұмсақ кремі де әдемі болып тұр. Осымен менің ауызашарымның 17-ші мәзірі дайын. Ыстық тағамға лағман, қолдан созылған қамырдан және де тәттімізге балды торт, кремі, қаймақ пен сгущенкадан жасалатын өте оңай жасалады. Және де біздің салатымыз барлығына ұнайтын радуга салаты. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.